Анасының көз алдында қыршынынан қиылған Шерзат Болаттың қазасы бүкіл халықты дүр сілкіндірді. 2024 жылдың 4 қазанында Талғар қаласы 16 жасар Шерзат Болат анасының көзінше қыршынынан қиылған түн. Оқиға қалай басталғанын, онда не болғанын марқұмның ағасы Нұрғанат баяндап берсін. Тоқтым, мен звондайды Шерзат. Нұрғанат кеш болмай жатыр дейді. Не болып болды деймін, братым мына жақта біреулер тиісіп жатыр маған дейді. Ішім бірнеңе сезгенде жетіп бардым. Шерзат тоқта деп бүйтіп Шерзатты бүйтіп ұмтылғаным сол. Шерзат тарттым. Шерзат қаш дедім, мен қалам дедім. Қашып бара жатқан. Бір кезде 10 метр жерге барады. Шерзат отыра қалады. Нұрғанат аға дейді. Жүгіріп барсам, Шерзат уже қансырап аузынан қан шығып жатыр екен. Денеммен жауым. Қайтя соған тиіспесе екен деп. Мен ұрады да бірінші артынан пышақ тығады. Құлағым сол басымнан келіп, мылтықпен ұрып жатыр, бірнеңкемен ұрып жатыр. Ары қарай уже есім жоқ. Мына жерден біреу, мына жерден екеу, үшіншісін. Міне барлық оқиға марқұмның ағасы баяндап бергендей болған. Онымен қоймай 8 күннен кейін үйін өртеген Шерзат Болатты өлтірді деген күдікті алғашында 10 азамат болған. 17 қазан күні тағы да бір азамат уақытша ұстау изоляторына қамалғаны белгілі болған. Барлығының жасы 24-30 жас аралығында. Сол түні осы 11 азаматтан бөлек 2 қыз бала болған. Бірақ олар күдікті емес, куәгер ретінде тіркелген. Таяуда сот процесінде соның бірі куәгер ретінде шақырылған. Ол қызға прокурор былай деп сұрақ қойған. Сіздердің қолдарыңызда телефон болды ма? У вас на руках был телефон? У меня на руках не было, у меня был в сумке телефон. Сөмкеңіз қайда болды? Қолымда болған жоқ, сөмкемде болды. Сумка у меня была в машине. Сөмке машинаның ішінде болды. Өздеріңіз көргендей куәгер әйел жедел жәрдемге, полицияға хабарласа алмадық. Телефон сөмкеде, сөмке көлікте болды дейді. Бірақ бұл жалған ақпарат. Қылмыс күні таспаланған бейне бақылау камерасына зер салайық. Дәл сол сәтте полиция шақыра алатын мүмкіндіктері болған. Байқасаңыздар, 2 келіншектің де иығында сөмке ілулі. Демек, екеуінің де сол уақытта, сол сәтте полицияда жедел жәрдемде шақыра алатын мүмкіндіктері болған. Куәгерлерге де, қылмыскерлерге де, анасы да, әкесі де бірнеше рет жедел жәрдем шақыруын, полиция шақыруын өтінген. Ол видеоға да назар аударсақ. Естулеріңіз бойынша Шерзат Болаттың анасы да, әкесі де бірнеше рет жедел жәрдем шақыруын, полиция шақыруын өтінген. Тіпті менің балама тиіспеңдер, бұл менің балам ғой, қойыңдар, болды, жетеді деп те айтқан. Бірақ қылмыскерлер оларға мән де бермеген, естімегенде, кейбіреуінің айтуы бойынша мен анасын тіпті байқаған жоқпын дейді. Мынандай айқайдан кейін, мынандай жанды дауыстан кейін қалай анасын байқамауға болады? Шегінген кезде сіз анасының айғалап жатқанына қарамай, одан сайын соғып жатсыз. Не мақсатпен соқтың жерде жатқан баланы? Ол кезде анасын мен біріншіден байқаған жоқпын. Қалай байқамайсыз? Қараңғы болған. Міне сотталушы Шерзат Болаттың анасын байқамағанын айтады. Бірақ қалай байқамауға болады? Енді сот барысын айтатын болсам, қылмыскерлердің қанша жыл бас бостандығынан айырылғанын айта кетсем. Ысқақ Думан 1 жыл 6 ай, Әскентай Дархан 7 жыл, Белқожаев Шыңғыс 7 жыл, Қаяхмет Дидар 7 жыл, Тоқтаубаев Нұрбол 7 жыл, Ильясов Нұрқияс 9 жыл, Тоқтаубаев Азамат 15 жыл, Сакиев Равер 20 жыл, Шынасыл Абзал 23 жылға,
бас бостандығынан айыру туралы шешім қабылданған. Енді сотталушылардың соңғы сөздерін тыңдай кетсек. Анашым, кешіріңіз бізді. Біз Алла бұйырып жазамызды артқаннан кейін шығамыз. Сіздерден кешірім сұраймын, сотқа қатысушылар. Осындай жағдайға тап болдық. Қателеспейтін адам жоқ. Анашым, амал бар ма мына сорға? Бүркітем аспан ұшқан, түстім торға. Рахмет. Мен Қалиахмет Дидар Еркінұлы. Құрметті сот, біріншіден Шерзаттың әкесінен, анасынан кешірім сұраймын. Кешірім сұрауымның себебі сол күні полиция қызметкерлеріне звондамаған үшін, арашаламаған үшін кешірім сұраймын. Екіншіден анамнан, әкемнен, жұбайымнан, бала жағымнан кешірім сұраймын. 8 ай бойы ол кісілерге келтірген жаңағы халықтың жаман сөздерінен, қарғыстарынан кешірім сұраймын. Құрметті сот, әділ шешім шығаруыңызды сұраймын. Мен бұл жерде төбелескен жоқпын ешкіммен. Әділ шешіміңізді сұраймын. Сосын прокурор ханым, прокурор мырзалардан дәлелдеменің бәрі келді, бірақ айыптау актісін өзгертпеген. Менің іс-әрекетім ол жерде төбелеспеген. Төбелескен дәлелдеріңіз болса, дәлелдеңіздер. Сіздер дәлелдеген жоқсыздар. Құрметті сот, кешірім сұраймын, тағы да әділ шешім сұрауыңызды сұраймын. Мен жазадан қорықпаймын. Маған тиісті жаза беруіңізді сұраймын. Әділ шешім қабылдауыңызды сұраймын. Және де айтып өткендей, барша қазақ елінен, қазақ халқынан кешірім сұрағым келеді. Бұқаралық ақпараттарда, интернет желісінде жерден алып, жерден салып жатыр. Байдың баласы, депутат, әкесі әкім деп. Ешқандай да аға көкем жоқ, ешқандай да әкем жоқ. Жалғыз ғана анам бар. Анаммен ғана тұрам. Ешқандай да қылмыстық топ емеспіз. Сол жаққа ешқандай да дайындалып барған жоқпыз. Мен де ойлаған жоқпын ондай болады деп. Шерзат Болатты өлтірген мен емес, тағы да айтамын. Бірақ нақты дәлелім жоқ. Сол үшін айта алмаймын, құрметті сот. Кім істегенінде. Рахмет. Шерзаттың отбасына, ата-анасына, бауырларына қайғыра көңіл айтамын. Әділ сот болуын талап етемін. Әр қылмыскер өзінің әділ жазасын алсын.